Руслан Күлекбаевқа судья өлім жазасын кесті. Бүгін біз оның психологиялық портретін сипаттап, ол сияқтылардың айдан түспегенін баяндаймыз. Алдымен мынадай сөз басы. Шілденің 18-інде Күлекбаев Алматы қаласы Алмалы аудандық ішкі істер бөлімі, ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті мен салық департаментінің ғимараттарын шабуылдап, құқық қорғау органдарының 9 қызметкерін өлтірген. Содан бір күн бұрын жезөкшені ажал құштырған. Айналдырған жарты сағатта құқық қорғау органдарының 9 қызметкері мерт болды. Террористік шабуылға солардың өзі дайын емес пе деп шошисың. Мен ойлаймын, сол ситуацияны бұдар дұрыс баға бермеген. Арланды, осы ұлттылық ұлан гвардияны үйретіп жатсақ, осындай ситуацияларға полицейскийлер түгел ондай обучение өтпегендіктен деп ойлаймын мен. Ол осы сияқты бір ситуацияларға үйретілінсе, бұнша жағдай болмас еді. Сонымен Күлекбаевқа өлім жазасы кесілгесін құқықтанушылар, адвокаттар, саясаткерлер оның қалай орындалатыны, дәлірегі орындала ма деген сауал төңірегінде пікір таластырды. Себебі елімізде өлім жазасына мораторий жарияланған. Негізі елімізде өлім жазасына мораторий жарияланғаннан бері 31 адам сондай жазаға кесілген. Бас прокуратураның хабарлауынша ешбірі орындалмаған. Яғни Күлекбаев 32-ші. Ол да бір кісілік камерада отырады, егер мораторийдің күші жойылмаса. Таратын қарап айтсақ, дәлірегін айтсақ, мораторий енгізілгенге дейін өлім жазасына кесілген 26 адам отырған. Мораторий енгізілген 2004 жылдан 2006 жылға дейін тағы 5 адамға өлім жазасы кесілген. Ол үкімдердің бәрі тоқтатылған. Бұдан кейін Күлекбаевқа дейін аталған жаза түрі ешкімге тағайындалмаған. 2007 жылы өлім жазасына кесілгендерге президент жарлығымен рақымшылық жасалып, өмір бақи бас бостандығынан айыру жазасымен ауыстырылған. Айта кететіні, олар ешқашан шартты түрде мерзімнен бұрын босатуға жатпайды. Ал мораторий туралы әңгіме шығып, енгізілгенше өлім жазасы бойынша 500 адам атылған. Күлекбаевқа байланысты сот шешімінің орындалып-орындалмайтыны әрине маңызды. Өлтірген адамдарының туысқандары үшін, сосын еліміздің гуманизм принциптеріне байланысты позициясын өзгертпеуіне орай. Әрі қарай гуманизм саясатқа ауысып кете береді. Ол ұзақ әңгіме. Жалпы адамды өлтіру жазасы бойынша адамзат пікірі бір арнаға тоғыспайды. Мысалы, баласын біреу өлтіріп кетсе, қылмыскердің де өлгенін қаламайтындар қанша екен. Және ойлау барда нақты бастан кешу бар ғой. Ал негізгі айтпағымыз мынау. Күлекбаевтың сот процесі кезіндегі өзін ұстауы, үкімді сабырмен тыңдауы көпшілікті тіксінтті. Алдымен адвокатын сөйлетейік. Оның қайта шағымданбайтынын айтады. Тіпті апелляциялық арыз жазамыз ба дегенде мырс етіпті. Апелляциялық шағым туралы жазамыз ба деп береміз бе сот орындарына деген сұрағыма ол маған күлкілі түрде жауап берді. Жоқ. Ешбір өкініш білдіріп отырған жоқ. Миығынан күлуді саясаттанушылар былай жіліктейді. Сам судебный процесс показал то, что... Сот процесі кезінде Күлекбаевтың ұяты қысып тұрмағаны, оның тіпті өкінетіні байқалмады. Оның өзін ұстау мәнері істегенін түйсінетін көрсетті. Өзінің пайымынша дұрыс істедім деп тұрды. Бұл іш тартқызады. Себебі биліктің позициясы бойынша ол өкіну керек еді. Өлім жазасына кесілгенде сондықтан шығар айылын жимағасын. Күлекбаев айдан түскен жоқ. Қорқыныштысы, қоғамда Күлекбаевша ойлайтын басқалардың да бар екені. Ал ең қорқыныштысы, олардың қанша екенін, жоспарларын білмейміз. Он же не с Луны упал. Ол айдан құлап түскен жоқ қой. Ол қазақстандық қоғамның мүшесі. Ол ұзақ уақыт дайындалды. Ол системаға ғана мен мұндамын деген жоқ. Ол адамдық моральға қарсы шығып тұр. Яғни ол үшін мораль жоқ. Ал оның осы қоғамда өскенін есептесек, ондай адамдар аз емес болғаны ғой. Күлекбаев сияқты көбейсе, бәріміз үшін қауіп күшейеді. Олар үшін адамның өмірі түк емес. Белгілі бір дәрежеде ол гипноз бола ма, зомбилік бола ма, мүлде миын шайқалтып жібере ма, ондай да технологиялар бар. Ең бастысы өзінің жаңағы енген тобының, сектасының айтып жүрген сөздеріне, істеріне, ұрандарына толық беріліп, қалғанның барлығы, оның ішінде Алланың берген өмірінің өзі екінші дәрежелі болып қалады. Қылмысқа барғанда да меніңше дәл сондай сеніммен барған. Менің ұстанып отырған тұғырым дұрыс, ең ақиқат жолы осы. Еш нәрседен қаймықпау, оның ішінде өмірімен айырылсам да деген бір қорқыныштан ада болу. Ондай азаматтар біреуіне, екеуіне, он емес.
Расул Жұмалы себеппен емес, салдармен күрестің мағынасы екенін айтады. Алдын алу дегенде көбіне басымдық берілгені бұл күштеу, басу, қысым жасау, жауапқа тарту, тағысын тағы. Шектен шыққан жаңағыдай қозғалыстарды тежеу үшін. Бәлкім ондай да әрекеттер керек шығар. Бірақ дәл осындай әрекеттермен мәселені бетін бері бұруға болады, шешуге болады дегенге мен сенбеймін. Себебі бұл әрекеттер көбіне себептермен емес, салдармен, нәтижелерімен болып отырған күрес. Ал салдар дегеніміз не? Бұл бағанағы біздің айтып отырған діни сауатсыздық, жастардың әлеуметтік түрлі кеселдері, жұмыссыздығы, бүгінгі өмір салтына, бүгінгі тыныс тіршілікке ілеспей қалуы, жұмыссыздық, жалақысы жоқ, содан арып ашуы, басқа оған баламаларды іздеуі, бүгінгі зайырлы қоғамда іздеген сұрақтарына жауап таппауының нәтижесінде буыны қатпаған жастардың жаңағыдай кертартпа, әсіре діншіл ағымдардың соңында кетуі. Және жұмыссыздық, жемқорлық, әділдіктің жоқтығы сияқты алғы шарттар сақталғаннан кейін ашынған, күштік жолды таңдаған азаматтардың саны өсуі әбден мүмкін дейді. Ал Аягөзде болып қайтқан меншікті тілшіміз Ирина Якунина сол жердің имамы мен қоғамдық ұйымдары аудан тұрғындарын қатарларына тартатын радикалды топтарды тоқтатуға әйтеуір әрекет етіп жатыр деп оралды. Мешіттің жанынан жастар орталығын ашқан имам Думан Сайфулин Египеттен арнайы оқып келіпті. Айтуларынша салафизмді ұстайтын 80 адамның 12-сі райынан қайтқан. Негізі Аягөз радикалдық ағым жетегіндегілер көп аймақ деп есептеледі. Бірнеше ай бұрын ауданда радикалды әдебиет таратып, жұртты өздерінің бағытына үгіттеп жүрген, тіпті Даиш құрамында соғысуға шақырған бірнеше тұрғын ұсталған. Ауданда қазір арнайы картада жасалған. Онда жаңағыдай насихатшылар белсенді қимылдайтын мекендер белгіленген. Олардың уағызы құлағына майдай жаққандарды бірден байқау мүмкін емес бірақ. Бізде де қазір осы жастар бөлімі осы Аягөзге қарасты иманды жастардың басын қосып, олармен әртүрлі қайырымдылық шаралары, спорттық шаралар деген сияқты осындай жақсылық істерде бастарын қосып жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Салафизм ағымындағыларды киім киісі, бет әлпетінен байқауға болады деп ойлайды кейбіреулер. Алайда олардың көбі кім екенін жасырып бағады. Намазды дұрыс оқымайсыңдар деп мешітте жанжал шығара салатын олар Аягөзде де сөйткен, қазір монтансып қалған. Қорқыныштысы олардың өстіп сабырға түсуі. Ең қорқыныштысы радикалды бағытта олардың әйелдері мен балаларының ұстайтыны.